Менің Қазақстаным. Бұл сөзді жайбарқап айта салу қиын, тіпті күн емес десе де болады. Оны айтқанда бойында ерекше ізін белеп, санаңда әр жібі жарқын сәуле жалт еткендей әсерге бөленесің. Оны естігенде ел мен жерге деген махаббат, туған халқың мен туған топырағыңның алдында перзенттік парыз жайлы ойлар жадыңа оралады. Менің Қазақстаным, бұл жігеріңді жандырып, жүрегіңді баурайтын аса әсерлі сөздер. Оны айтқанда, арқанда Алатауға тіреп тұрғандай, тәкаппар да сенімді, алдыңда сарыарқаның сарша терасындай, шексіз де шексіз, ұлы шол жатқандай өзіңді сергек сезінесің. Оны тыңдағанда құлағына киелі көк көрінін, тау мен тасты күңіренткен салқар сарынын, сағым қоп самал желмен жарысқан, сәйгілік тұлпарларын тұяғының дүбірін, қыран қанатын ғаламат сұлуын естігенде боласың. Менің Қазақстаным, бұл көнбесте қайсар халықтың жүрек сөзі. Малым жанының садағасы, жаным арымның садағасы деген ізгі де асқан афоризмді өмірлік кіртосына айналдырған. Еңкей, ол атаның ұлы емес, шалқайғанға шалқай, ол Құдайдың ұлы емес дейтін. Тәкаппар да текті халықтың серті бар онда. Отаншылдық дегеніміз тек сүйіспеншілік қана емес, жоғары жауапкершілік, биік парыз. Мен әлем таныған қазақ елінің перзенті болғанды мақтан етемін. Шаханов 4 дана. Тағдырыңды тамырсыздық індетінен қалқала. Мазмұн жоқта мазмұнсыздық шыға келер ортаға. Әр адамда өз анасынан басқа да ғұмырында етер мәңгі астана. Демеп жүрер, жебеп жүрер арқа да болу керек құдіретті 4 дана. Туған жері түп қазығы айдыны, туған тілі мәңгүнеге айдыны, жан байлығы салт дәстүрі тірегі, қадамына шуақ шашар үнемі, және туған тарихы. Еске алуға қаншама ауыр әрі қасіретті болса да, құдірет жоқ 4 анаға теңгелер, онсыз санаң қанбақ ұсап шеңгелер. Өзге ананың ұлылығын танымас, өз анасын менсінбеген пенделер. 4 анадан сенім таба алмаған, тамырсыздың басы қайда қалмаған. 4 анасын сыйламаған халықтың ешқашан да бақ жұлдызы жанбаған. Қасиетті бұл 4 ана, тағдырының тынысы, бұл 4 ана үшін болған күрес, күрестердің ұлысы.